достар, бүгін бізде бумажный фон, қағаз фонын істейміз. Ол үшін бізге керек настройкаларды сізге айтып өтемін сіздерге. Ол үшін секвенция сетинг и осындай настройкаларды қоясыздар. Менде бұл настройкалар тұр. Сіздер енді қайтадан басынан қоясыздар. Одан кейін сіздерге масштаб бірінші 100 емес, масштаб scale 120 аласыздар. Масштаб. Одан кейін мына қағаздың суретін 5 кадрдан бөлесіздер мысалы. 5 кадрдан бөлесіздер сонда. Масштабтарда бөле аласыздар. Сосын кейін әрбір қиылған үзінділерді позишнмен ауыстырасыздар мысалы. Біріншісінде позишн мысалы былай. Екіншісіне келесіздер. Былай. Осылай ауыстырасыздар. Осылай басына яғни көріп аласыздар. Сосын осылардың бәрін башқаның оң жақ батырмасын басып, немесе Ctrl-A батырмасын басып, біріктіресіздер. Nest командасын басып. Енді осыған эффект қолданамыз. Эффект. Сізге жазып көрсетемін. RGB Colors деген болады. RGB Colors. Осы төрт бұрышты кривойлармен біз керекті сурет эффект мысалы қараңыздан қара болады, қатты тіресеңіз ол кішкене жарық болады. Мысалы олай. Мынаны тартсаңыз кішкене түсе өзгереді. Мынаны бұлай тартсаң, одан да тағы түсе өзгереді. Немесе бұлай болса, бұлай болады. Сол сияқты керек жерін мысалы ала аласыз. Мысалы осы жерден қиып алдыңыз. Қойдыңыз мысалы. Мынау сізде осындай болса, мынау кішкене былай болады. Ақшылдау болады. Және аттың тұрғышы болады. Міне. Өзгерте бересіздер. Керекті саундтректі қойсыз да, ары қарай тек көрсете бересіздер. Міне осында көресіздер. Өте оңай және ойлаймын
қиындық жоқ. Жазылыңыздар, көріңіздер.